Барлықтарыңызға сәлем достар. Біздің блогымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео өте қызықты, продуктивный видео болады деп тұр. Сол себептен видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазір бізде сағат 8:40 кетті. Және де отбасымызбен Ханзаданы конкурсқа апарып жатырмыз. Ханзада бізде биге қатысады, сіздер білмесеңіздер. И бүгін Ханзаданың бірінші конкурсы артта отыр. Сол себептен бізбен бірге болыңыздар. Ал менде, қолымда осындай перекус. Таңғы 8-де оятып, мен, туға үлгермей, боянып шығып кеттік. Біз дейтін келдік, осы жерде болады екен. Ханзада қарап қой. Ханзада қобалжып жатыр. Иә, Ханзада қорқып жатыр. И өзімен, су алды. Мен бірінші шығайын деп тұрмын да. Иә. Потом үйреніп кетесің, иә? Мен көргім келіп тұр Ханзаданың выступлениесін. И киімдері күшті Ханзаданың қазір көрсетемін. Если біздің қасымызда болса, вот осында болады. Бізде далада прям қыс болып тұр, қараңыздар. И менде қазір кіретін боламыз. Қазір біз примерочныйдамыз. Әр осындай бишілерге бір-бірден жасап қойыпты. Ханзадалардың киімдері осындай, өте әдемі прям. И қазір дайындалып жатыр. Ханзаданың қазір прическасын жасайтын боламыз. Осылай төбеге болу керек. И бізге лак керек. Вот лак. Қазір күштілеп прическа жасаймыз, потом мен макияж жасап беремін. И бітті. Образ бітеді. Ханзаданың шашы дайын, бізде. Ханзада күшті болып тұрсы, Ханзадалардың хореографтары келді. Қазір шашын полный бітіретін боламыз. Осындай күшті хвостик болып тұр. Ариана Гранде. О май гад. Қазір енді бояндырып жатырмыз Ханзаданы. Шашын қараңыздар, прям идеально әдемі болып шықты. Қазір енді мінекей қыздары, қазір әдемірек бояндырамыз. Вот Ханзаданың кабинеті осы жақта. Smart әлем деп, топтарын аттар жазыпты, думаю. И қазір біз дейтін мама екеуміз. Бізді шекендік, тамағаға шып, Ханзадаға бір цветы, потом сумышын алып, қайтып кетіп боламыз. Мысалы қараңыздар, мына жақта басқа топтың аты жазып тұр. И осылай әр адам осы жерде дайындалады екен. Біз дейтін, адасы осындай бір цветочный таптық. Қазір Ханзадаға аламыз деп. Өте түсінтен жоқпыз қай жақтан кіру керек екенін. Достар, біз әрең тапқан цветочныйымыз ашылмаған ба? Сағат 9 болды негізі. Вообще не рабочий ғой. Жұмыс істемейтін ба? Не рабочий. Өте күшті, біз ұзақ осын іздеп келгенбіз, достар. Блин, енді қайдан іздейміз. Қазір, тугисіз осындай бір цветочный таптық. Қазір осы жерге кіріп алатын боламыз енді. Вот, мына жақта. Қазір мама екеуміз осы зебра кофе кіріп бара жатырмыз. Өзіміздің бір чай, анау ішу үшін. Біз өзімізге осындай заттар заказ бердік. Мама өзіне осындай пончик, мен өзіме синабоны, горячий шоколад маған, мамаға латте. А бізге болсын осылай заттарымызды ішіп аламыз. Қазір достар, біз дейтін ондай бір игровой аппарат болдық. И, қазір ойлап көреміз. Мерейдің жастық шағы, то есть кішкентай кез есіне түсіп отыр. О май гад. Ойбай. Мерейдің қазір четкостін көресіздер. Достар, біз ана жақта магазинде жүрсек, Ханзадалар уже шығайынып жатыр екен. Ал біз әлі жүрміз. Құрсыл қазір кетіп тұр. Выступлениесі көрген қызық қазір болады, достар. Біз үлгердік, наконец-то. Ханзадалар уже за кадрым тұр екен. Қараңыздар, күшті билеп отыр прям. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh 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 oh, ay Dios,
Прекрасный дебют сегодня руководитель Мустафина Айнур Бекболатовна, Хусаинова Диана Маратовна, Марденова Мадина Аскаровна, лауреаты первой степени. Молодцы! Вот біз Ханзада бірінші орын алып, место сынал уже апай таратып отыр. Ал достар, Ханзаданы құттықтап қойыңыздар. Қараңыздар, бірінші орын алдым. Ханзаданы өкінішке орын түсіре алмай қалдым, потому что ана жақта телефон зарядкасы өшіп қалған болатын. Үйге келіп сіздерге көрсетіп тұрмын. Ханзаданың бірінші медалі және де бірінші орын күшті болып тұр, прям өте әдемі. Ханзаданы құттықтап қойыңыздар. Комментарияға барлығын оқып боламыз. Вот, осылай Сұлтанбек Ханзада деп тұр. Алдыда енді Ханзадаға тек қана сәттілік, осындай бірінші орындары көбейе берсін деп қоямыз. Күшті болып тұр прям. Мен дейтін тағы да қазір шығып бара жатырмын, киімді кішкене ауыстырып алдым. Қайда бара жатыр десеңіздер, мен сыныптастармен Алауға наконец-то бара жатырмыз. Алау деген Астанадағы коньки тебетін жер, короче. Ана жылы біз дейтін бара алмай қалған болатынбыз. Барамыз деп жүріп. Сонымен осы жылы қазір бұйырса баратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алайын кетті. И теперь қазір біз Алауға барамыз. Потом барамыз. Мен қасында тек қана Сабина. Мыналар кім екендерін танымаймыз. Олар кімдер, масқара. Наконец-то біз дейтін кірдік, короче, Алаудың ішіне. Вот Сабина ана жақта сыныптастарымыз жүр. Но қазір мен сіздерге көрсетемін. Алаудың ішін қалай болып тұратын. Вот, посмотрите, қаншама адам жүр ішінде. Қазір біз де кіреміз. Прям күшті болып тұр. Та-дам! Короче, біз қазір коньки алуды күтіп тұрмыз. Потом барып кіреміз. Бізде, короче, вот, алдық конькиларымызды. И қазір күтіп отырмыз. Мына жақта барлығы жиналып жатыр. Мына жақта бізде сыныптасымыз. И вот киіп жатыр. Киме деп айтты ғой. Ой, киіп жатқан Короче, бізде Сабина айдаламайды. Но все нормально, достар, үйретіп жатырмын. Моменттері. Өзім қой. Мен дейтін үйге келдім, киімді ауыстырып алдым. Қазір енді оқу жасайтын болам бетіме. Сіздерге конькиде көп нәрсе түсіре алмадым, так как біз дейтін телефонды қойып, короче, өзіміз теуіп жүрген болатынбыз, но өте күшті болды. Если что, сіздерде Алауға конькиге барсаңыздар болады, өте қызықты момент. Солай ұйықтайын деп жатырмын, себебі өте қатты ұйқым келіп тұр. Бүгін сағат таңғы 8-ден бастап, короче, ұйықтамай жүрмін. Сіздерге бұл видеоны деген ойдамыз. Ханзадаға комментарияға өте күшті бір тілектеріңізді жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің барлық комментарияларыңызды оқитын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Осылай бізбен бірге бола беріңіздер. Келесі бұйырса қандай видео
үйретсек, соны да комментарий жазып қойыңыздар. Видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, және де арнамызға әлі де тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша достар, қазір ұйықтамас бұрын мен сабақ бүгін оқыған жоқпын, сол себептен сабағымды оқитын боламын, хотя бы физика, тарихты. Сонымен ұйықтайтын боламын, себебі қазір өте қатты шаршап тұрмын. Бұл енді заттар миыма кірсе қазір. Сіздермен болған мен Мерей, келесі видеода жолыққанша, пока-пока.